Ханшайым ертегісі. Ханшайымның екі әпкесі, бір өгей шешесі болыпты. Ханшайым сол үйдің барлық жұмысын жасап, екі әпкесіне қарап, өгей шешесіне тамақ пісіреді екен. Бір күні патшаның жарлығымен үлкен бал болады, ешкім қалмай келсін деген бұйрық келеді. Содан сол балға екі әпкесін дайындап, өгей шешесі балға кетіп қалады. Ханшайым мұңайып жылап отырғанда жәніне тышқан келеді. Неге жылап отырсың, Ханшайым? Ханшайым сонда мен балға бара алмадым, киетін киімім жоқ деп мұңайып отырады. Тышқан оған әдемі көйлек, ат-арба дайындап береді. Сағат 12-де үйде бол, 12-ге дейін барып кел деп тышқан Ханшайымға айтады. Содан Ханшайым үлкен балға барып, сол жерде патшаның баласымен билейді. Сағат 12-ге таяп қалғанда Ханшайым алды-артына қарамай үйіне қарай жүгіре бастайды. Сонда артынан патшайымның баласы жүгіріп келетқанда Ханшайымның бір аяқ киімі қалып кетеді. Оны патшаның баласы: «Мына аяқ киім кімнің аяғына тура болса, мен соны Ханшайым қыламын» дейді. Содан бүткіл ауылдың қыздарын шақырып, аяғына кигізе бастайды. Ешқайсының аяғына тура келмеген аяқ киім ауыл-ауылды аралап, патшаның баласы өзі шығады. Содан Ханшайым тұрған үйге келіп, екі әпкесіне кигізеді. Екі әпкесіне де тура болмайды. Осы үйде тағы бір қыз болу керек қой, шақырыңыз дейді. Сонда Ханшайым келеді. Ханшайым келіп, аяғына кигізгенде тұп-тура болады. Содан патшаның баласы Ханшайымды алып кетіп, екеуі мәңгіге өмір сүреді.